Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мен сүт ішемін». Балалар, жаңа сөздермен танысып алайық. Тыңдаймыз, есте сақтаймыз. Сүт, молоко, ішу, пить, айран, кефир, су, вода, шырын, сок. Есте сақтаңдар. Ал енді тапсырмаларды орындауға көшеміз. Сен не ішесің? Мен сүт ішемін. Я буду пить молоко. Мен сүт ішпеймін. Я не буду пить молоко. Келесі тапсырма. Сұраққа жауап бер. Отвечаем на вопросы. Сен не ішесің? Қане балақай, сен не ішесің? Мына суреттен біреуін таңдап атап көр. Сүт ішесің бе? Айран ішесің бе? Су ішесің бе? Әлде шырын ішесің бе? Жауап беріп көр. Жарайсыңдар балалар, келесі тапсырма. Тыңдаймыз. Мынау айран, мынау сүт, мынау шырын, мынау су. Балалар, енді видеоны тоқтатып, экраннан айранды, сүтті, шырынды және суды атап отырып көрсетеміз. Төртінші тапсырма балалар, тыңдаймыз, қайталаймыз. Сен не ішесің? Мен сүт ішемін. Міне ал. Рахмет. Сен не ішесің? Мен айран ішемін. Міне ал. Рахмет. Ал енді достарыңмен өзара осындай әңгіме құрастырыңдар. Балалар, ал енді қазақ тіліне тән дыбыстарды айтып үйренеміз. Мен айтамын, сендер қайталайсыңдар. Ә, ө, і, ү, о, ғ, қ, ң, х. Өздерің тағы да бір рет қайталап көріңдер. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.